Ассалаумағалейкум ардақты ағайын. Бүгінгі күні қасиетті Құранның не екенін білмейтін бірде-бір адам жоқ шығар. Алайда өкінішке орай, Құран сөзінің мағынасын бәріміз бірдей білеміз дегенге келмейді. Осы оқылықты жою үшін мен өзімнің осы қысқаша видеоролигімді Құран сөзіне арнауды жөн көрдім. Ендеше бісміллә деп бастайық. Біріншіден, Құран дегеніміз не? Құран дегеніміз ол күллі мұсылмандардың қасиетті кітабы. Неліктен қасиетті дейсіздер ғой? Себебі Құран Мұхаммед пайғамбарға уахи арқылы жеткен Алланың сөзі. Араб тілінен аударғанда Құран оқу және тәрбиелеу деген мағынаны білдіреді. Яғни пайғамбардың сүннетімен бірге Құран кәрім ислам дінінің негізі болып табылады. Және тура осы кітаптан барлық мұсылмандар Аллаға қалай құлшылық ету керектігін, ненің рұқсат, ненің харам екенін және иманға қатысты барлық нәрселерді үйрене алады. Әрине, қасиетті Құран Мұхаммед пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламға бір күнде түскен жоқ. Жалпы Құран толығымен айтқанда 23 жыл бойы, яғни 610 жылдан бастап 632 жылға дейін пайғамбарымызға Алладан аян ретінде шетінен түсіп отырды. Кейін пайғамбар қайтыс болғаннан кейін Құран негізінен оның сахабалары арқылы таратылды. Бірақ сахабалардың жалпы саны өте үлкен болғанын ескерсек, әрине Құран кәрімді оқудың әртүрлі нұсқалары пайда болады. Өз кезегінде бұл жағдай қасиетті Құранды әртүрлі оқу үдерісін дамыта бастайды. Сол кезде күллі мұсылман тек бір нұсқамен ғана Алланың сөзін оқып түсіну үшін халифа Осман 650 жылы арнайы комиссия құрып, бұл комиссияға сол кездегі араб халифатында таралған Құранның барлық варианттарын жинастырып, салыстырып, ақырында бір кітап жасақтауды тапсырады. Комиссия өз жұмысын аяқтағаннан кейін дайындалған қасиетті Құранның үлгісі сол кездегі көзі тірі сахабалар жиналысында талқыланады. Тек сахабалар барынша талқылап, керек жерлеріне өзгеріс енгізіп мақұлдағаннан кейін ғана нақты бір Құран кітап ретінде жасалады. Жалпы халифа Османның бұйрығымен осы сахабалар мақұлдаған Құран кәрімнің 6 данасы шығарылыпты. Және де Құранның 5 данасы араб халифатының сол кездегі басты қалалары Басра, Куфа, Дамаск және Меккеге жіберілсе, 6-шы кітапты халифа Осман өзіне қалдырады. Бізге дейін осы Құран кәрімнің тұңғыш 6 данасынан 2 кітап жетті. Біреуі Стамбулдағы Топкапи мұражайында болса, екіншісі Ташкендегі Хаст Имам кітапханасында сақталып тұр. Міне сол заманнан бастап осы халифа Османның бұйрығымен жасақталып, сахабалар мақұлдаған Құран әлі күнге дейін Құран кәрімнің барлық көшірмелеріне үлгі болып келеді. Міне ағайын, қасиетті Құран кәрім туралы айтқым келген кішкене мәлімет осы еді. Әрі де қарай бұйырса тақырыпты жалғастыруға тырысамын. Және де менің жаңа видеороликтерімді жіберіп алмау үшін менің осы YouTube каналыма жазылып қойыңыздар. Ендеше эфирде келесі кездескенше барлықтарыңызға ассаламуғалейкум.